Аматсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аудандағы мемлекеттік ветеринарлық мекемелер және олардың атқаратын қызметі. Бүгінгі сабақта бөлімшелік ветеринарлық емхана және бөлімше, оларға қойылатын талаптар, ұйымдастыру құрамы мен штаты, ветеринарлық мекемелердің жұмыс істеу тәртібі жайлы өтетін боламыз. Аудандағы ветеринарлық қызметті басқару және жұмыс тәртібі. Бөлімшелік ветеринарлық емхананың қызметі. Бөлімшелік ветеринарлық емхана ауданның өзіне бекітілген аймағында шараларды ұйымдастыруға, жүргізуге, бақылауға арналған мемлекеттік мекеме болып табылады. Ол сонымен қатар ведомстволық және жекеменшік кәсіпкерлік ветеринарлық қызмет жұмысына әдістемелік басшылық және бақылау жасайды. Типтік штат кестесі бойынша емханадағы жұмыскерлер саны 7 болып табылады. Соның ішінде меңгеруші, аға дәрігер, дәрігер эпизоотолог, фельдшер, санитарлар және де автокөлік жүргізушілері бар. Бөлімшелік ветеринарлық емхана аудандық ветеринарлық станцияға бағынады. Мамандардың міндеттері және жұмыс тәртібі. Мемлекеттік ветеринария мекемелері мамандарының міндеттерін мекеме басшысы ережеге сәйкес бекітеді. Мамандардың қызмет бабындағы арнайы міндеттерінен басқа еңбек тәртібін сақтау, қоғамдық жұмыс, еңбек қауіпсіздігін сақтау туралы да міндеттері бар. Мемлекеттік ветеринария мекемесінің жұмысы оның ішінде тәртіп ережелері бойынша атқарылады. Онда жұмыс уақыты, санитарлық тазалық, ауру малдарды, материалдарды қабылдау, дезинфекциялаушы және де улы заттармен жұмыс істеу ережелері және де тағы да басқалар туралы айтылады. Мекеме басшысы мекеменің жұмыс тәртібін жергілікті әкімшіліктің келісімімен бекітеді. Мекеменің жұмыс кестесі келушілер үшін де, мамандар үшін де қолайлы болуын тексереді. Ветеринарлық бөлімше шағын мекеме болып табылады. Оның құрамында дәрігер, фельдшер және де санитар бар. Мұндай шағын мекеме көбінесе бір немесе бірнеше елді мекенде емдік профилактикалық шаралар жүргізуге, мал өнімдері мен шикізаттарын дайындау, өңдеу, сақтау орындарында, базарларда ветсан бақылау жасауға арналады. Ол сондай-ақ жекеменшік ветеринарлық қызмет жұмысын қадағалайды. Ветеринарлық бөлімше аудандық ветеринарлық станцияға бағынады. Қаржылық қызмет. Ветеринарлық мекемелер шаруашылық есеп принципімен жұмыс істеп, бюджеттен тыс қаржы табу үшін қызмет көрсетуге құқылы. Төлемақы алынатын жұмыстарға жататындар емдік көмек, косметикалық және де басқа да операциялар, пішу, рентгендік диагноз, мекеменің станционарында мал емдеу, дезинсекция, дератизация, емдік алдын алу препараттарын өндіру, сату, мекемеден тыс жерде кеңестер беру және де тағы да басқа жұмыстар. Ветеринарлық көмек көрсеткен үшін төлемақы келісім шарттық бағалар бойынша немесе ветеринарияны басқарушы мемлекеттік орган бекіткен тарифтік бағалар бойынша алынады. Бұл қаржы жергілікті салық инспекциясы және де қаржы органдарының келісімімен мекеме бастығы бекіткен сметаға сәйкес жұмсалады. Аудан әкімшілігінің ветеринарлық қызметті басқаруы. Басқару органы. Аудан әкімшілігі аудандағы ветеринарлық қызметті өзінің органы аудандық ветеринарлық станция көмегімен басқарады. Бас дәрігерге аудан жеріндегі барлық ветеринарлық мекемелер тікелей бағынады, ал ведомстволық және жекеменшік ветеринарлық қызметтер оның қадағалауында болады. Станция бастығы ауданның ветеринарлық бас дәрігер және де мемлекеттік ветеринарлық бас инспектор қызметін қоса атқарады. Ауданның бас дәрігері облыстық ветеринария комитетіне, ал ауданда әкімнің өзіне немесе оның ауыл шаруашылығы бойынша орынбасарына бағынады. Аудандық ветеринарлық органның басшысы барлық заңды және жеке тұлғаларға орындауға міндетті нұсқаулар береді. Ол эпизоотиялармен күрес және де тағы да басқа ветеринарлық мәселелер туралы аудан әкімшілігі шешімдерінің жобасын ұсынады. Аудан бас дәрігері ветеринарлық инспектор ретінде бақылау объектілеріне кіріп, тексеріс жүргізіп, шешімдер қабылдауға құқықты. Оның шешімдерін жоғарғы ветеринарлық орган ғана қайтара алады. Аудан
бас дәрігер аудан жерінде ветеринарлық сәттілікті қамтамасыз етуге міндетті болып табылады. Бас дәрігердің негізгі міндеттері ғылыми негізделген ветеринарлық шаралар жоспарын құру, ветсан бақылау жүргізу, ветеринария мекемелерінің жұмысын ұйымдастыру, материалдық техникалық қамтамасыз ету, ведомстволық және жекеменшік ветеринарлық қызметтің жұмысына бақылау жасау. Аудандық ветеринарлық қызметтің жұмыс нәтижесі әкімшілік және медицина қызметімен, кәсіпорындардың басшыларымен тікелей қарым-қатынас жасауға байланысты болып табылады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.